Лифтідегі адамның салмағы. 1 метр секунд квадрат өтумен жоғары бара жатқан лифттің ішіндегі массасы 70 кг адамның салмағын анықтаңдар. Берілгені М тең 70 кг, А тең 1 метр секунд квадрат. Салмағы П сұрақ. Суретте денеге лифттің ішіндегі адамға әсер ететін күштердің бағыты көрсетілген. МЖ төмен қарай ауырлық күші әсер етеді және жоғары қарай бағытталған N нормаль күш әсер етеді. Лифт А үдеумен жоғары қарай бағытталған. Осы жерде біз Ньютонның екінші заңын жазамыз. F тең МА және F күштің, яғни N плюс МЖ күштердің векторлық қосындысына шығатын жазамыз тең МА-ға. Және бұл күштердің Y өсінде проекциясын аламыз. N минус МЖ тең МА. Себебі N нормаль күш Y өсі күшімен бағыттас, сондықтан плюс таңбамен жазылады. Ал МЖ ауырлық күші Y өсіне қарама-қарсы бағытталған, минус таңба қойылады. Үдеу Y өсіне бағыттас, сондықтан плюс таңбамен жазылады. Осыдан біз нормаль күшінің теңдеуін жазамыз. N тең М жақшаның ішінде А плюс Ж-ге. Енді біз нормаль күшті салмақ күшіне теңестіріп ауыстырамыз. Нормаль күштің орнына салмақ күшті жазып, П тең М жақшаның ішінде А плюс Ж теңдеуін жазамыз. Және салмақ күшін табу үшін орнына сан мәндерін қоямыз. 70 жақшаның ішінде 1 плюс 10 тең 770 ньютон. Жауабы 770 ньютон.